Қайырлы күн оқырмандарым, бүгін сіздермен өте ашты, өте дәмді, өте тез жасалатын аджика жасаймыз. Бұған тек қана 4 ингредиент керек болады. Осындай чили бұрышы өте ашты. Одан кейін 2 сарымсақ, тұз және сұйық май қажет болады. Чили бұрышының тек қана бас жағын кесіп алып тастаймыз. Ал дәндері болса ішінде қалады. Бұрыштардың бәрін осылай тазалап алдық, бас жағын кесіп тастадық. Енді сарымсақты аршып тазалайтын боламыз. Ал енді сарымсақтың аршудың өте оңай жолы. Мен бірінші аршымас бұрын осындай салқын суға бәрін салып аламын. Одан кейін 5 минуттай қалдырып, или болмаса бірден арши берсеңіз, өте оңай аршылады. Міне осылай тез тазаланады және де қолға қабықтар жабыспайды. Енді бұрышымызды, сарымсағымызды ет тартқыштан бәрін өткізіп аламыз. Енді үстінен тұзымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Негізі аджикамызды осылай да қалдыруға болады, бірақ та мен әдемі түс беру үшін 3-4 штук болгар бұрышын да қосып жібердім. Енді міне жақсылап араластырып 30 минутқа бөлме температурасына қойып қоямыз. Түсі өте керемет болып шықты. Енді тап-таза банкаларымызға салып шығамыз.
1 килограмм чили бұрышынан осындай кішкентай банкалардан 3,5 банка шығады. Аджикамыздың бәрін салып болғаннан кейін енді бір қасықтан сұйық майымызды бетіне құйып шығамыз. Бетіне май құйғаннан кейін ешқандай да көгеріп бұзылып кетпейді, бірақ та салқын жерде сақтаймыз. Міне осындай өте свежий күйінде сақталып тұрады, және де әртүрлі тамақтарға қоссаңыз, мантыға, орамаға, күрішке қоссаңыз да өте дәмді және де аппетитті жақсы ашады. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Ас болсын.